достар, бұл Хаял қызлар туралы ең ажайып күнделайық подкасты. Дыққатларыңызға хақиқи өмір қиыншылықтарына төзім ете алатын, һәм қуанышлы күндерді өзінің шексіз сезімлері менен жеткере алатұғын. Сабырлы, ол ана, ол өмір гүллерінің сіз һәм біздің өмірімізге сабақ бола алатындай өмір тәжірибелері менен бөлісеміз. Ал бүгін бізде мейманда екі перзенттің анасы, сүйіклі өмірлік жолдас, шаққан келін, сөз ұстасы, оратор, докторант Сарбиназ Төрешова. Хош келіпсіз, апа. Рахмет, мейманға шақырғаныңыз үшін. Басыланып отырған жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет. Сол бірінші санына сыйлы қонақ сыпатында шақырғаныңыз үшін төбеміз көкке жетті. Рахмет. Сіздің де келгеніңізге рахмет. Бүгін сіздің күнделігіңіздің қайсы бетлерін бірге оқимыз? Күнделік бұл әрбір инсанның бүгінгі күнге шекен мәселен, ол қандай жаста, бүгін қайсы жаста ол. Сол жасқа шекемгі болған аралық оның өмірінің күнделігі. Енді бүгін менің күнделігімді оқығыңыз келіп отырған екен. Бүгін мен балалыққа ата-анам менен болған жетіскерліктеріме түрткі болған әрекетлеріне тоқтап өткім келіп тұр. Балалық дәуіріңізге қайтқыңыз келіп жатыр. Әлбетте. Қазіргі күнде екі перзенттің анасыз, ата-анасыз. Ал сіздің балалық уақытыңыз қандай болды? Менде ең жақсы, ең бақытлы балалық болды десем қателеспеймін. Себебі сол сізбенен алдын сөйбетлескенімізде де айтқанмын. Ата-анам мен үшін кішкентай уақытымда, сол балалығымда жүдә қатты етібарлы болды маған. Мен шаңырақты үлкен қызбан, менен кейін інім бар. Әр аптенің демалыс күндерінде театрларға бару, үлкен сол пайтақтымыздағы үлкен концерт залларындағы байрам кешелеріне, сол уақытта біздің папамның інісі Айқұлаш ансамблінде аяқ ойыншы еді, соның концертлеріне қалмай, ұлыма театрдан сол көркем өнерге қызығушылық менде сол жасылайымнан басыланған. Сол папам айтты, мамамнан сұрайман ғой, мамам айтады да. Сол ана театрда концерт басыланған уақытында светлер өшеді ғой, 3 мәрте сигнал шығады. Сол светті өшкен уақытында дейді, басқа балалар жыласа, сен жыламайтын едің дейді. Енді білмедім, мен бүгін күнде ол анық есінде емес пе, бірақ сол уақытларында жыламай сен тыныш отыратын едің дейді. Басқа ата-аналар, мамалар сол шығаман, кетемен деп тәртіпсіздік қылған уақытында сен тыныш отырып соны көретін едің дейді. Енді және бір нәрсе бар, папам өз әкем дутар шетуге қызығады. Құранбай жыраудың шәкірті болған. Сол Қарақалпақстан телевидениесінде, телеканалында сол Қарақалпақша милли намалар шерткен уақытында дәру сол ауқат жеп отырса шайын қойып, столды ұрып намасын шертетін еді. Сол әрекетлерде бұл мен қызым соны үйренсін, бұдан тәсірленсін деген емес. Әкем өзі созатты қалеген, һәм соны көріп, күнде мәселен сондай намалар шығып қалса, күнде ондай болмайды. Айрым уақытларын сол көріп, менде сол искусствоға деген қызығушылық. Мәселен, бүгін күнде мен бір искусство қызметкері, қайраткері емеспен, бірақ менің сол сана сезімімді, дүнияға деген көзқарасымды байытуға себеп болды. Және мен не затты қалесем, спортқа барамын десем, спортқа, пісіру, ауқатқа қатынаймын десем, ауқатқа, тігушілік десе, тігушілікке. Мен нені қалесем, сол затты қатынауыма сол нәрсені өзімді сынап көруіме мүмкіншілік жаратып берді. Балаңызда еркін болдың? Еркін болдым. Ондай бір шектеулер болған жоқ, сен өйтпейсең, сен бүйтпейсең. Біздердің уақытымызда сол есімде 7-ші классында қол телефонлары жүдә бір жаңағы рауажланып, һәмме телефон бар десе бір басқаша оқушы болып жүретін еді сол уақытта мектепте. Сол 7-ші классымда қол телефон алдық. Енді қазір көп ата-аналар балаларына ғалаба хабар құралдары арқылы да телефонға бере бермең және басқа мәселелер. Енді бұл техниканың рауажлануы нәтижесінде сондай машқалалар пайда болып жатыр. Енді біздердің уақытымызда бір жүдә ондай агент деген болатын еді. Телефонымыз бар еді, бірақ телефонымыз болса да біздер оқуымызды тастап, я болмаса бір әзіргідей қаттыға телефонға мүккемістен кетіп отырмағанбыз да. Білмедім, бірақ оны мүмкін ата-анам соны дұрыс түсіндіре алған шығар біздерге уақытында. Ал қазір өзіңіз қандай ата-ана болып жатырсыз? Перзенттеріңізге телефон ұстатасыз ба? Телефон береміз. Менің үлкен балам қазір 5 жасқа толады, ноябрь айында Құда қаласа. Кішкентай 3 жасқа толады. Телефон ойнады,
енді мен келін болып түскен уақытымда сол жыламасын деп хаме беретін едік. Қоятын едік, телефонды қоямыз, өзін отырғызамыз. Қарап отырды, көп 2 жылға шамалас 3 жасқа шекем ешқандай шекілеу қоймадым телефонның көруіне. Мен баламның қолынан телефон алып қойып, онан шекілемедім. Балам өзінен өзі телефон көруді тоқтатты. Не зат себеп болды? Себебі мен өзгердім. Мен баламның телефонды қазірше көріп атырыпты, бірақ ол оған қаттыға беріліп кетпейді, оның басқа қызығушылықтары бар деген санаменен жүрдім. Сол сананы кірттім. Білесіз бе, ата-аналар көбінше негізінде баланың қандай тәрбие алуы, мәселен, оның қандай жақсы жетіскенліктерге жетуі 17 жасына шекем анаға байланысты. Себебі бала, қыз бала болсын, ұл бала болсын, 17 жасына дейін ананың санасыменен бірдей болып тұрады да. Ана басқара алады оны 17 жасына шекем. Ал 17 жасынан кейін бұл байланыс үзіледі. Сол 17 жасқа шекем сіз қандай тәрбие бердіңіз, балаңызға қандай сигнал жібердіңіз, бала сонымен 18 ары қарап рауажланып кетеді. Бірақ Ажапа, мен тек қана анаға байланысты деген сөзіңізге толығымен қосылмаймын да. Себебі менің шаңырағымда біз 4 қыз болдық, 4 қыз, 1 ұл. Қызларды көбінесе қолап, шекілеу қоймаған, еркін қойған, еркелетіп қойған әкем болды да. Ал анамда қой, ұят болады, спортқа барма, ұят болады, қыз балаға жараспайды деген затлар болды да. Ал сіз айтып отырсыз, тікелей анаға байланысты деп. Бірақ анамда дым шекілеу қоймайтын еді. Яқшы деп бәрібір үйде әкенің сөз болады ғой. Сол мен онша қосылмаймын деп отырған. Дұрыс, әркімнің өзінің дүние қарасы бар, әркімнің өзінің пікірлеуі бар. Бірақ менің де әкем маған уақытында қамқорлық көрсетті. Көп жағдайда дұрыс айтасыз. Аналар қой керек емес. Енді ұсық алып еді. Енді мен көп дутарға, көп дүгіреклерге қатынастым ғой. Сол кезде мамам күлетін еді, шашқымен шахмат қалып, сен бармаған деп не? Керек емес қой. 9 классымда сол машхура оқу орайына қатынаймын етсем, сен еле кішкентайсаң деп та сол уақытлары. Бірақ сондай мамам рұқсат бермесе, дәру әкеме барып сұрайтын. Папа, мен сондай барғым кеп тұрды, барайын деп. Ол мамаңнан сора дейді ғой. Мамамнан сұрасаң, папам айтты деп тұрасаң да. Мен әкем рұқсат берді деп өзіңе сеніп тұрасаң да яқшы дейді. Рұқсатын алғаннан кейін барасаң. Әлбетте, ата-аналарымыз алдымызда аман болсын. Аман болсын. Соң, Ажапа, және бір нәрсе мен қатты қызықтырды. Сіз енді жасылайыңыздан сол ата-анаңыздың берген мехірі, тәрбиясы, еркілігіменен осы дәрежеге жетістіңіз. Үлкен жетіскеліктерге стипендиант болдыңыз, магистрант болдыңыз, докторант болдыңыз. Мен сізді сол 5-6 жыл бойы көрмедім. Кішкентайымнан сіз таниман ғой. Қашқадарияға және көп вилаятларға анжуманға барған кезімізде куратор болып біздің басымызда баратын едіңіз. Сол кездерде группада мені жұмсай беретін едіңіз ғой сіз. Ал сол кезде бір басқаша адамға энергияңыз өтіп тұратын еді да, мен сізден қорқып, сескеніп, айбынып тұратын едім. Перизат ананы сіле, мынаны сіле деп айтқан кезіңізде тәтек түсінбей қалатын уақытым болатын еді. Тез шаққан сөйлегеніңізден. Соң қасымдағы қыздардан сұрайтын, Ашпа не деді, түсінбей қалдым. Қайталдан сұрауға және сондай дәрежеде қатал болдың ба? Сондай болдыңыз. Бірақ мен сізді 1 жыл алдын базарда көріп қалдым. Сол кезде көргенімде бұрынғы Сарбиназ Төрешева жоқ. Сол жанып тұрған жалын, сол адамға өтетұғын энергия сізде жоқ. Мен ойладым, Перизат, сен үлкейдің, сен өзіңе сенімің артты, сен қорқпайтын болдың. Соның үшін сөйтіп қабыл еттің сол Ажапаны. Бірақ бір жағына ойладым, Ажапа тұрмысқа шыққаннан кейін сол масласу дәуірінен басылды, өзгерді. Яқы босанғаннан кейін, перзент дүнияға келтіргеннен кейінгі адаптация дәуірінен депрессияда өтті деген шешім қабылдадым, бірақ сұрауыма келе жауап алмадым. Қазір сол сұрауға жауап алғым келіп отыр. Дұрыс. Мен магистратурада 2-ші курсымда тұрмысқа шықтым. Тап сол менің диссертация магистрлық жұмысты жазу
процесінің уақытында тұрмысқа шықтым. Үлкен Сол жыл- жауапкершілік. Сол жылы жұмақлап бітіруіміз керек оқуды. Тұрмысқа шықтым, бәрі жақсы, кеуілдегідей болды. Сол әрбір қыздың арман ететұғын бақытлы күндері, бақыттан басымыз айлам жүрген күндер. Хамес кеуілдегідей болды, жақсы. Ата енем жас, олар да педагоглар шаңырағы. Менің де әке шешем педагоглар. Бәрі жақсы болды. Мынандай болады да, Перизат. Әрбір қыз бала өзінің ұясынан ұшып басқа ұяға қонады ғой. Өзі ата-ананың мақсаты сол ұлын ұяға, қызын қияға қондыру. Менде енді мен айтып отырпан, менің жасылығымда маған ешқандай мені еркін жіберіп қойды. Шектеу болған жоқ. Шектеу болған жоқ. Мен де еркін болдым. Бұл менің ата-енем маған шектеу қойды дей жақ емес пен. Бірақ мен сол тұрмысқа шығардың алдын ұзатылып, сол сырға салғаннан кейін мына менің ата-апаларым, ажапаларым, жеңгелерім тарапынан морал оқып басланды. Қандай? Сен енді бұндай болып жүрулерді қоюың керек. Енді үйде отырасың, енді бепелі боласың, балаға қарауың керек. Енді көбінше қазір енді киім онша ахметлі мәселе емес қой, бірақ көбінше өзіме қолайлы киімдерді кигенді жақсы көремін да, өзім ұнатамын. Енді келін болғаннан кейін әлбетте көйлек штанда, орамалда жүру керек. Міне созатлардың бәрі маған бір 2 ай бұрын басланған шығар деймін. Январ айында тұрмыс құрған болсам, октябрь, ноябрьден баслап маған сондай морал оқып басланды. Енді қараң, сол жерде мынандай нәрсе бар. Мен сонша жетіскендікке ерістім, жәйметте өзімнің орным бар, өзімнің пікірімді емін еркін айта аламан. Сондай айта алатұғын инсанға сондай жаңағыдай енді мынандай болуың керек. Бұл әме қызға да айтылады. Сізге де айтылған шығар. Басқа әмеге айтылады. Сенен өтесең, тұрмыс деген андай болады, қиын болады, сөйледі өтуің керек, тісің тастан болу керек, барған жеріңе судай сіңуің керек деген нәрселерді айтады да, сол нәрселерді мен өзіме қатты қабыл етіп алғанмын. Болды, енді мен Сарбиназ Төрешова енді жәйметте өзінің іскерлігін алып бара алмайды. Ол енді бір үйдің бикесі болады, ол енді келін, ол енді өмірлік жолдас, ол енді ана болады дегенді мен өзіме қатты қабыл етіп алғанмын. Бұл айырым қызлар, дұрыс енді әме сондай болады деп қабыл етеді. Бірақ мен соны қатты қабыл еткенмен, бұл әрбір инсанның үшін кім қалай қабыл етіп атырды соған байланысты. Депрессияға кіру, стресске түсу, қиыншылықтардан жеңіл өтіп кету деген нәрсе әркім әртүрлі қабыл етеді. Енді менде бір сондай бір кризисный жағдай болған сол уақытта. Сондай болу керек бекен. Болды. Яқшы сондай боламан деп қарар қабыл еткенмен сол жағдайға өзімді таслап бердім да. Болмаса маған ешқандай енем де, атам да оқыған заманауи инсандар. Түсінетұғын. Мәселен, 1 жылдан кейін маған мен сол орамалында шешіп тақпай жүруіме рұқсат берген. Енді шашымызды желкілдетіп жүргенім жоқ, бірақ сол үйде еркін. Мәселен, сол уақытта оқып жүрген уақытында да сол 1 аптедей орамал тағып, енді білу керек қой. Қызлардың арасында бар енді орамал тағып, сол уақытта өзінің тұрмысқа шыққан екенін білдірудің жолы да бұл. Оқуға бару, орамал тағып, оқуға бару. Бұл енді әрбір қыз баланың, әрбір келіншектің сәні бұл орамал. Кейін тағып жүргеннен кейін енем айтты, енді болды, арқайын не қылсаң болады деп. Бірақ үйде сол асханада неде санитариялық гигиеналық қағидалар үшін тағамыз. Мен сондай инсандар болды да олар. Бірақ мен өзім сол уақыттағы өзіме қалай қабыл еттім, енді болды маған, мен енді сондай болып қаламан деген нәрселер шеңберінде мен өзімді жойтып алдым. Енді қараңыз жұпа. Сол ойменен, сол санаменен бардыңыз ғой, енді сізге октябрь, ноябрь, декабрь, январға шекем 2-3 ай мораль оқыды. Енді жүдә бір мораль деп, енді бір сондай гәплер көп айтылды. Көп айтылды. Сол сөздермен, гәплермен бардыңыз. Енді барғаннан кейін тұрмысқа шыққан үйіңізге барып, масласып,
бұлар ондай емес екен ғой. Менің төркінімнің айтқаны, ата-анамның айтқанындай емес екен ғой деп андай еркінлеспедіңіз ба? Дым жүда бір үйде отырып, хаммезітқа яқшы, яқ болса яқ, ауа болса ауа деген зат емес екен ғой деп кішкене сол бір неден шығуға әрекет етпедіңіз ба? Яқ, сол болмаған ғой, болмаған болып тұр ғой. Сен мен көрген уақытыңда сондай неде көрген екенсің, демек сондай өзіме бәрібір басында санаңа қандай түсінік қабыл етілді, сол менен кеткен менде. Яқшы, ажаба баста айттыңыз. Көп ата-аналар вазипасын білмейді. Неге? Ата-ананың вазипасы бұл перзентлеріне сен мына зат сен үшін дұрыс, мына зат қате деп айтпау керек. Себебі ол баланды өзі жеке шақс қой. Маған, мәселен, сенің мына харекетің енді дұрыс харекеттерімізге айтады, мынандай харекет қылма, мынандай қылсаң мынандай боласың деп түсіндірген да маған. Қазіргі ата-аналар қандай? Қазірге дегенде өзім жас ата-анамын. Мен балаларыма сөйтіп түсіндіремін. Мынаны мынандай қылып қойсаң не балам, жақсы болып тұрады. Деймін да, ол кейінгі істеген уақытында соны түзелуге харекет етеді. Мен оларға іс харекеті арқылы тәрбие беруге харекет етіп отырмын. Бір уақытлар болады, мен де қатты ашуланамын, бір шаппат беріп жіберемін. Сөйтіп болып ойланып қаламын. Хау, сен сондай шаппат жеп өсіп едің, Сарназ? Неге сен ұрып қойдың? Яқшы, ұру керек болған шығар, ұрылып кетті, енді керет, бірақ харекетлеріме жауап беремін деймін да. Харекетлеріме қараймын. Астен түсіндіремін. Құтырады, менің балаларымда жаңағыдай телефон өзінен өзі қойып кетіп, бір вундеркинд балаларды туған екен деп ойлауы мүмкін адамлар. Шатақ оларда. Мәселен, дүканларға кірсек, ананы апер, мынаны апер деп оларда жылап, өзінің мінезін көрсетеді. Мен сол уақытларында 2-3 минут, асып кетсе 5 минут сабыр етіп қарап тұрамын. Жыласын, құтырсын, жерге жылап аунасын, өзінің эмоцияларын шығарып беруге мүмкіншілік беремін. Қазір мен оны болды қой, аузымды жап, апермейме қазір болды деп мен сөйледен өзімнің мінезімді көрсетіп апшығып кетуіме болады. Ана шығара алмай қалған эмоциясы ішінде қалады да, бір күн сол 17, 18, 19 жасында келген уақытында айтады, бұл кішкентайында жақсы бала еді, үлкейіп жаман болып кетті дейді. Ол жаман болғаны қаяқтан? Сол баяғыда сіз эмоциясын шығаруға мүмкіншілік бермедіңіз, сол эмоция шығып жатыр о баладан. Мен қазір 5 жасар балам айтады ғой кей уақытларында. Мама, сіздер мені тыңламай жатырсыз, мені еспей жатырсыз дейді. Мен соң үшін қазір бірнеше айдан бері сол тәжірибені қолдап келатырмын. Күнде кеште ұйқыдан алдын балам менен сөйлесемін. Бүгін бақшада не қылдың, не жедің, ауқат ұнады ма саған, достарың бар ма, не істедіңіз деп ләжі барынша сөйлесемін. Онымен сөйлескеннен кейін шаршап қалады бала. Қалай ұйқылағанын білмей қалады. Айрым қызлар үшін мен естімін, атрапымда достарым бар, қызлар бар. Балаларымыз ұйқылатудың өзі бір үлкен машқала дейді. Қалай деймін. Менде қазір сол ұйқыдан алдын 10 минут, 15 минут сөйлесу, баламды аңсат ұйқатамын, һәм сөйлесемін, һәм олардың пікірін, ой-өрісін рауаждандыруға сұраймын. Жақсы көру деген не балам деймін ғой. Енді мен сен жақсы көремін, папам жақсы көремін. Қайт жақсы көресің де кеп құшақлап көрсетеді. Біледі, балада азғантай болса да түсінік бар. Түсінік бар. Міне сондай қылып тәрбиялаған дұрыс шығар. Кішкентайынан баламен жақын болу керек. Жақын болу керек, досысындай болу керек, ауа. Досысындай болу керек. Себебі мен мамам менен сондай, мен анам менен сондай дос болдық та. Дос болдық. Еркеленсем папама еркелеймін, маслихатлесетін болсам анаммен маслихатлесемін. Мен досымдай болды ғой, сол қалада дүкаларға кіріп жүрсек, мама деп енді айтамыз ғой. Десең сөйтіп, ал мен сіздің кішеңіз шығар деп ойлап едім дейді. Енді біз мамам өзі ерте тұрып құрған. 18 жасында мен босанған ғой. Мен 18-ге шыққанда айтқан еді сол. Сен 18-ге шығып отырсың қазір. Мен 18-ге шыққан уақытында сен менің қолымда едің деп. Сондай, мен анам да бір ол да педагоглар шаңырағынан шыққан ғой. Негізінде бар ғой, негізінде түп тамыры инсанның келешегі оның түбінде ата-анасына байланысты. Түбінде ата-анасына байланысты. Ол жәмиетте ойлау мүмкін. Баланы жәмиетам тәрбиелайды. Дұрыс. Баланы жәмиетам тәрбиелайды. Біздер жәмиетам көп тәрбиелады. Мәселен, үйіміздегі алмаған, үйімізде түсінбеген
нәрселерді біздер жәмиеттен үйрендік. Сол жерде адамдар менен қатынас орнату, кім жақсы, кім жаман, кім дос, кім дұшпан, сол нәрселерді айыруды жүде жақсы үйрендік. Мәселен, мен достымнан пән жеп көрдім. Мен жылына бір мәрте болатұғын стипендияға қатынасуым керек. Имтихан болатұғын күні, бүгін имтихан болмайды деп звонок кетеді, мен соған інанаман да ұйқылай беремен. Ал ол имтиханға барады. Мен бір жылға қалдым ғой. Ендігі жыл тапсыруым керек ол имтиханға. Бір жыл күйіп кетті деген есабы. Ертесіне барсам, мен алдымнан бірге қатынасып жатқан басқа факультеттің жас қызлары достарым айтады: "Ай, сен кеше неге келмедің? Имтиханға келмедің?" "А, не имтихан? Кеше имтихан болды ғой" дейді. "Қашан?" "Кеше." Ол адамға барып ұрыспадым да, бірақ ұрыспадым. Ешнәрсе деген жоқпын, болу керек болған болды. Бұл мен үшін тәжірибе болды. Демек, мен ендігі жылға бүгінгінен де жақсырақ таярланып баруым керек болған шығар дедім. Сол уақытта дұрыс шешім қабыл еткен екенмін. Келесі жылында бір емес 2 стипендиант болдым. Және қатара 3 жыл алдым. Ажапа, соң Назатқа қалай қарайсыз? Біздердің менталитетімізде көп шаңырақлар біздің шаңырақларға ұқсамайды. Қыз баланы еркін, өзінің қалеулеріменен жіберіп қоймайды. Қыз балаларды көбінесе үйде ұстайды, шектеулер қояды. Ал еркек балаға еркілік береді. Қалеген тарауына барады, қалеген кәсібін таңлайды. Ал көп шаңырақларда оның керісі. Қалай қарайсыз? Негізінде ол балаларды қаттылау ұслау керек. Ал қыз балаларды еркін, еркелетіп, көплеу ітібарды қыз балаға қарату керек. Ал сіздің пікіріңіз? Енді әзіргі біздерді көріп отырған жас ата-аналар, мәселен, аналар, әкелер, енді болашақ аналар, әкелер көріп отырыпты. Олар ойлауы мүмкін: біздер қызымызды еркін жіберсек, жетіскенге ерсеткен. Яқ. Сіздің санаңызда, сізде қандай болады балаңызға көзқарас? Мен, мәселен, 5 жасар балам менен 3 жасар баламды мен өзім ана баласын қалай көз алдына келтіреді келешегін, мен үлкен баламның қарасылары, жаңағыдай біздер мені сілер тыңламай атырсыз, мен айтқан болмай атырыпты деген қарекетлерінен бұл сондай шатақ, ертең масқара маңнайымның соры деп отырған жоқпан. Мен онан бір дипломат па, бір сондай бір іскер адамды көремен да соның мінез құлқынан. Ал кішкентай балам жүдә харизматичный. Бір кездері бір қолайсыз харекетлерді істейді, бірақ бұл жаман харекет істеп жатыр. Маңнайыңды жарайын ба? Неге онда істейсің? Сен бақшада үйреніп келесің деп мен оған онда айтпаймын. Мен онан бір артист пе, бір мәдениет қызметкері шығады деп көремен да содан. Мәселен, мен сол білімдерді алғаннан кейін анамнан сұрап көрдім: "Мама, сен мені келешекте қандай адам болуымды көз алдыңа келтірсем?" "Депутат" дейді. Мен депутат қылып көз алдына келтірген. Солда қараң енді, бұл жерде қандай байланыс кетіп жатырыпты. Анам мені кішкентай уақытында мені депутат етіп көз алдына келтірген. Мама баласын ана қайтып көз алдына келтіреді. Менің балам сондай болады, жақсы инсан болады, оған жақсы сөздерді айтып тәрбиеласа, ол бала жақсы болады. Әлбетте, сіз қазір сол бақта кетіп баратырсыз. Бұйырса депутат та боларсыз. Бұл мүмкін. Құдай қалесе, Алла бұйырса болармыз. Бірақ сол жетіскенлікке ерсіп, көпшіліктің алдында шығып сөйлеп, өзімді жасларды ізіме ерте алып жүргендердің нәтижесі сол. Мен ізіне адам, депутат ізіне адам ертіп жүреді ғой, ізіне ертеді, қандай жақсы бағдарға, жақсы халық үшін пайдалы нәрселерді істейді. Мәселен, сол бағдарда кетіп бара тұрған, бәрібір сол бағдар, дұрыс бағдарда. Енді сол мәселен ата-аналардың меніп жаңағыдай бұл шошаңбас, бұл қақпас, бұл жетібас деп көргенде мүмкін сондай жаңағы бір не дейді, гапінен таятұғын, шаңкілдеп тұрған сондай бір жаман нашар болатұғын болар ма едім, бәлкім. Әлбетте, адам нені ойласа сол затқа тартылады дейді ғой. Дұрыс. Бұл теманы неге айтып отырман, Ажапа? Себебі жаңада айтып өттіңіз. Кішкентайында шығармаған эмоцияларды, энергияларды үлкейгенде шығарады. Қазір көп қызларымыз кішкентайынан қысылып, жас өспірімдік дәуірге өткен кезде сол эмоцияларды үлкейгенде шығарып жатыр да. Сыртқы факторларға көп кетіп қалып жатыр. Сыртқы адамlardan сол кішкентайында алмаған мехірді алып жатыр. Басқа бір адамдарға алданып қалып жатырыпты. Соның үшін кішкентайынан қыз балаға негізі ітібарды көплеу беріп, қыз балаға мехір, еркіндік берілсе жақсы болар деп отырғаным сол. Дұрыс айтасыз.
қазіргі сол мәселен кішкентай уақытында ата анасы тарапынан қой ондай қылуға болмайды, көп шектеулер орнатылады. Болуы мүмкін. Енді әртүрлі ата аналар бар, әртүрлі жастар бар, мүмкін олар да уақытында жас болған. Енді қараң, қазір сол кішкентай уақытында менен қатар қызларым бар. Қызлар да бар да, сол кішкентай уақытында біздерде ондай зат болған жоқ. Біздерде ондай қатынамайсаң, бармайсаң, керек емес, сен үйде отыр, сабағыңды оқып ал бірінші деп айтқан дейді. Солар жоғары оқу орнына келгеннен кейін мен үлкейдім деп ана іштегі мен бұрын көрсете алмаған нәрселерін көрсеткісі келіп тұрады. Дұрыс айтасыз. Көргісі келеді сол нәрсеге, барып көргісі келеді. Мәселен, алдын сол спортқа барып көрмеді, ойымса қызларменен сол кафе ресторанларда өзінің білгенін істеп көргісі келеді, соны көргім кеп. Мәселен, андайда бір қызық нәрсе бар. Сол жас өспірімлік дәуір. Қазір дейді, балалар сәл шатақ болса, жаңағыдай телефон ойнап, компьютер играларға беріліп, қызлар өздерінше жаңағы социалдық тармақтардағы эмо, басқа бір шет елдің мәдениетіне көп беріліп жатырғаны. Мәселен, егер Перизат сен менің достым болатың болсаң, мен сенің достыңды танымаймын, дұрыс па? Сенің менен басқа да достың бар. Сенің достыңның әдетлері маған өтіп кетуі 30%. Қара. Түсіндің бе? Менің достымның бір жаман әдетлері болсын. Мәселен, темекі шегеді. Темекі шегеді, мен шекпеймін. Бірақ сенің темекі шегіп кетуіңнің ықтималдығы 30% да. Көрдіңіз бе, қалай тәсір етеді адамдар бір-біріне? Сыртқы факторлар. Сыртқы фактор, әлбетте. Қазір міне социалдық тармақларда, Instagram тармағы, TikTok тармағы. Бұлар көпшілік адамдар сыртқы факторға сеніп жүрді елі. Хаммесі. Мәселен, сіз ойлайсыз, өмірлік жолдасыңызбенен адамдар барып жатыр ғой, шетелге барып жатыр. Мошни болып жүрді, қыдыры кеп жүрді, біздер сөйтсе екен деп сіз өмірлік жолдасыңыздың миына құрт болып түс басылайсыз. Мен де өттім сол периодтан. Мен де 2 жыл басладым, ана өмірлік жолдасыма деп машиналарға ленталарды ілдіріп күйеулері беріп атады ғой. Мен сондай видеоларды күйеуіме жібере беремін. Енді ол не дегені? Ол намек қой енді. Мағанам сөйтсең, аперіңді қалеп атырпан, біздерде сондай кетейік деген. Сондай сыртқы факторға көп беріліп кетеміз. Соның нәтижесінде қараң, сіз сөйтіп күйеуіңізге жаңағындай видеолар тастап жатырсыз, сондай күйеуімен жақсы қыдырып жүріпті, романтичный саяхатларда жүріпті, машина беріп жатырыпты. Ол еркек адамға қайт тәсір етіп жатырыпты. Сіздің күйеуіңізге. Ол не дегені? Сен ана еркектей бола алмай жатырсаң дегені ғой. Дұрыс па? Ол еркек қайтып қабыл етеді оны. Соның арасында үйде ұрыс болуы мүмкін. Сен неге маған өйтіп жібере берме? Бір қолайсыз сөз жазып жіберсе, ал күйеуің отырасаң бір хапте томпайып, өкпелейсің. Сол сыртқы факторларға айтайын, бұл социалдық тармақлардағы өзін бақытлы қылып көрсетіп жатырған адамдар күйеуімен ұрысып жатқан неге қоймайды? Қалай ұрыс қағыссыз тұрмыс шаңырақ деген болады, ода хамезат болады. Мәселен, мен де идеальный күйеуіммен мошни күнде бір-біріміздің бетімізге ыржиып, ой, қалайсың, жақсы келдің ба деп отырмаймыз. Күнде ондай болмайды, өзінің бір уақыттары болады. Жақсы оған қолдап қуатлап көрсететін уақыттар болады. Біздерде де ұрыс қағыс болады. Мәселен, тұрмыс жетіспеушілік болады. Бір зат сен күйеуліңдегідей болмай қалады, мүмкін оған ұнамай қалады. Сондай уақытларында енді айтысқанда енді біздер жүдә бір ұрсып, төбелесіп, ондай бір бетіміз көгеріп, көзіміз көгеріп көрген жоқ. Бірақ сол сыртқы факторлардың нәтижесінде шаңырақларда ұрыс кеп шығады. Мен айтайын дегенім, бұл адамлардың Инстаграмға шығарып жатырған рилслары, видеоларына қарап, сіздерде менің де шаңырағым сондай бол. Ол бақытлы адамның артында қандай машғалалар бар екенін білмейсіз ғой. Ол күйеуімен жақсы, мүмкін енесімен жаман шығар. Мүмкін ата-анасымен қарым-қатынасы жаман шығар. Мүмкін перзентлерінде қандай да бір денсаулығына байланысты бір кемшіліктері бар шығар. Қараң, адамдар өзінің жақсы тарапын көрсету арқылы өзінің қандай да бір нюансларын, бір нотларын жауады да. Түсіндіре алдым ба? Нотларын жауады. Соның үшін көрген затқа қызыға бермей, күйеулеріңізге жаңағыдай видеоларды жібере бермей, оларды түсініп бірге харекет ету керек. Хаял өзгерсе бар ғой, баласы да өзгереді, күйеуі де өзгереді. Рахмет ажапа, бүгін күнделігіңізде бірге ашқан бетлеріңіздегі хамме нәрсені айта алдыңыз ба? Қалып қойған нәрсе жоқ па? Қалып қойған нәрселер бар. Мынандай жағдай болды менің өмірімде. Қазір Құдайға шүкір. Жәмиетімізде жақсы, бардамлы инсанлар көбейіп жатыр, иә. Тек жастар, мәселен, біздерден неше жас кішкентай жігітлер
өздерін сол мәселе блогер болып, көп жетіскенлікке ерісіп, анағұрлым дәрежеде өздерін аяққа қойып алған. Қазір сондай уақыт, 2010-2011 жылдары сол менің әкемнің жұмысларының жүріскен дәуірі болды. Сөйтіп мен 2013 жылы оқуға кіремін, бакалаврға. 2014 жылдан бастап менің жетіскенлікке ерісетіннің пигіне жетеміз ғой. Жақсы шығамын. Телевидениеден, радиодан, стипендиян, халықаралық танылуға жеңімпазы, тағы не. Көп өмірімдегі. Мен көп пайдам тиген ғой. Мұғалімдерге де көп пайдам тиген. Жылдың аяғында есабат тапсырады ғой. Әр айға 2 сертификаттан тура келіп тұрды менде. Бір жылда. Сонда 24 сертификат болып тұрды бір жылда. Енді көп қиыншылық болды сол уақытта. Енді қараң. Менің қатар адамлар бар, менің атрапымда көп қой, қасымызда жүрген адамдар. Сол уақытта айтты енді. Папасының, әкесінің арқасында ерісіп отырыпты деген. Бұл жерде енді мен айтып отырмын жаңа жоғарыда, әкемнің жақсы жұмысының жүріскен дәуірі болды, дәуірі болды. Енді түсіндім оны. Финансылық жағдайдан, финансылық тараптан қызына көмек беріп, қызын сондай дәрежеге жетірді. Ал сол уақытқа ешкім тыныш жүрмеді ғой ол деген, Сол уақытта мен қаттыға қиналғанмын. Неден қиналдым? Менің барлық жетіскерлігімде сол финансылық тараптан бұл шешіп атырыпты деген нәрседен. Әкесінің арқасында деген. Дұрыс, мен қазір айта жақпан соны. Дұрыс, мен әкемнің арқасында көп жетіскенлікке ерістім. Бірақ бұл финансылық емес. Бұл менің баяғыда, менің кішкентай уақытымда, жаслығымда маған мүмкіншілік беріп, мен сол театрларға апарып, дүние қарасымды кеңейтіп, маған жәмиетті, искусствоны көрсетіп, жетеклеп жүріп қасында. Үйреткені сол 17 жылдан кейін нәтижесін беріп тұрды да. Сол нәтиже. Дұрыс, әкемнің арқасында. Әкемнің, ата-анамның арқасында. Бірақ соны сол уақытта сөйтіп түсінді көп адам. Бұяқты әкесі жақсы жұмыс істеп атырды. Сарбыназ мына жақта күнде ана жарысқа барып ұтып келеді, мына жарысқа барып ұтып келеді. Сөйтіп ертең телевидениеде шығып сөйледі, пәлен кредит ұтып алдым, пәлен жарыста 1-ші орынды алдым, пәлен жарыста 3-ші орынды алдым. Бұл қаяқтан болып атырыпты? Біздерде содан адамлардың, айрым адамлардың ойлау пікірлеуінің тарекелігі. Әлбетте, әрбір инсанның өзінің бір жанатын, жұлдыз болып жанатын дәуірі болады. Сол дәуір сізде 17 жасыңызда басыланған. 17 жылдан кейін, демек 2013, 2014, 2015 жылдарда басыланған. Сол уақытлары нағыз Сарбыназдың көзге көрініп, рауажланған, өзінің нәтижесін көрсетілген дәуірі болды. Енді бір қызық айтайын сізге. Мен айттым ғой сізге 2 жыл бұрын менің өмірімде сол психологиялық жақтан білімлердің баюының нәтижесінде 28 жыл білмеген қабілетімді білдім. Қандай қабілет? Сіз қалай ойлайсыз? Сарбыназ Төрешова деген уақытында, мәселен, мені айтқан уақытында сіздің көз алдыңызға қандай инсан қалыптасады? Мен соны 28 жыл білмегенмін. Не деп ойлайсыз? Мен кішкенелігімнен сіз таниман. Сол Сардар қай жерге барса да жетекші басшы бола алатұғын Сарбыназ көз алдыма келеді. Енді қараң, мен har бір жетіскерлігімнің арқасында менің бір өзімнің жақсы бір қабілетім болған екен да. Мен соны білмегенмін. Мен соны кеше 28 жасымда, 29 жасымда білдім. Қалай білдіңіз? Ненің арқасында білдіңіз? Өзімді тыңлау арқасында. Мен жақсы сөйлейтін екенмін да. Адамдарға пікірімді емін еркін жеткізе алатұғын екенмін. Албырамай тұғын екенмін. Har бір сес анық тынық шығатұғын екен. Менің өзімде өзбек тілінде айтқанда нотықлик санаты, қарақалпақ тілінде сөз өнері, орыс тілінде ораторлық өнерім бар екенлігін мен білмегенмен. Соны білгеннен кейін сіз өз курсларыңызды ашып бастадыңыз. Қазіргі уақытта сол өзім бұл мәселен журналистикада оқыған уақытларында сол сабақлар, ораторлық өнер деген сабақлар өтіледі. Бірақ сол уақытта да дүкпеген ғой мені. Өтілген. Бірақ әтбар бермегенбіз. Адам сол өзін тыңлау керек қой. Қазір мәселен сенің де өзіңді бір отырып, өзіңнің денеңді тыңлап, ішіңдегі перизатты тыңлап көрсең, сенде де бүгінгі күнге шейін білмеген қабілетлерің жүзеге шығуы мүмкін. Адам қызық қой, адам. Адам бірінші өзіне қызық болу керек қой. Біздер бірақ басқа қызық кете береміз да. Адамдар қызық та біздерге. Өздеріміз қызық болуымыз керек. Мен қандаймын?
мен қазір тыныш отырып қалсам өзімнен өзім сұраймын, Сарби, саған не зат жақпай жатыр, не затқа күйеуің толмай жатыр, сенің мақсатың қандай? Мен өзіме өзім қатты қызықпан ғой. Соңғы уақытларда қатты қызықпан. Біреу қызық емес маған. Маған біреу машина алып жатыр ма, жаңағы әйеліме деп машина беріп жатыр па, оларға үтір бермейтін болдым да. Ал мен өзім сөйлескен сайын менің жаңа ішімдегі қабілетлерім шығып жатыр. Һәм сол қабілеттерім өзім жақсы көрген іспенен шұғылданғаным маған финансылық жағдайым жақсылап жатырды. Сондай. Әлбетте, әрбір инсан өзіне бір кітап болу керек қой. Бүгін сіздерді бүгін менің жасылықтағы сол ата-анамның маған қандай рауажланудың гербішлерін қойған, иә, қандай маған дұрыс бағдар беріп, дұрыс жөнеліс беріп, дұрыс тәрбиясының нәтижесі бүгін міне өзінің нәтижесін көрсетіп отырды деп ойлаймын. Соның үшін ата-анама бүгін көпшіліктің алдында өз миннетаршылығын білдіремін. Мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет, Ажапа. Подкастымыздың ең соңында біздің жамаатымыз атынан кішкене болса да көптей көрің. Ойлаймын, осы күнделіктің іші әрдайым ажайып, қуанышлы бір сәтлерге толы болуын тілеп қаламыз. Ажайып тарих беттеріне айлансын. Рахмет, көп. Блокнот білесіз бе, ең жақсы сауға? Әлбетте. Сол жаңағы өзіңізді тану үшін ең керегі блокнот. Әлбетте. Жазасыз, көресіз. Рахмет көп. Жақсы сауға болды. Ата-анаңызға рахмет айттыңыз, жақындарыңызға рахмет айттыңыз. Ал күнделайк подкастының ықыласпенділеріне не айтасыз? Әр бір күнделігіңізге мөрленіп атырған сәтлеріңіз, сіз күнделігіңізге кіртпекші болған сіздің жаңалықтарыңыз сіздің келешегіңіз үшін, сіздің жетістіктеріңіз үшін, сіз үшін жақсы естелік болуын тілер едім. Күнделік тұтың, күнделігіңіз болсын әлбетте. Күнделік бұл сіздің ең жақын достыңыз, сіздің өзіңіздің кім екенлігіңізді, һәм бұл өмірде қандай мақсатпенен жасап жатырман, не үшін әрекет етіп жатырман деген сұрауларға сіз күнделігіңіз арқылы жауап таба аласыз. Әлбетте. Әрбір инсанның өзінің өмір давамында өзінің жеке күнделігі болады. Мен бүгінгі подкастты көрген барлық тамаша көйлерге өзімнің бір сұрауым бар. Әлбетте бұл сұрауға жақсы, маған ұнаған жауапты берген инсандарға өзім тарапымнан сауға болады. Бұл сұрау, енді бұл әркімнің жеке пікірі, бірақ кімнің қандай пікірлейтұғын осы сұрау арқылы білсек болады. Сіздің өміріңізде, яғни сіздің балалықтағы күнделігіңізде ата-анаңыздың сізге қандай да бір берген тәрбиясы, ямыса сіздің берген сабағы сіздің бүгінгі күндегі қайсы бір жетістіктеріңізге себеп болды. Яғни сіздің ата-анаңыздың сізге берген қайсы да бір сабағы менің мына өмірімдегі мына жетістіктеріме себеп болды деп көрсете аласыз. Диққатларыңыз үшін рахмет. Олай болса, комментарияға өзіңіздің пікірлеріңізді, сол Ажапаның сұрауына ажайып жауапларыңызды жазың. Ажапамен біргелікте анықтаймыз, һәм сауғаның иесі сіз болуыңыз мүмкін. Хаял күнделігі әрдайым қуаныш һәм шатлықларға толы болсын. Бұл күнде лайк подкасты. YouTube каналымызға ағза болың, күнде лайк басың.